Алтын мен күмістің қатты шарықтауына Қытай мен Америка кінәлі ме? Қалай ойлайсыздар? Осындай теорияны естігендер бар ма? Негізінен көп курс сататындар сіздерге айтпайды бұл туралы, иә? Тек қана мынандай чекермен осы күміс пен алтын сатып ал дейді. Бірақ не себепті күміс қазір қатты қымбаттап тұр? Иә, бұрынғыдан енді. Қазір кішкене спад болды, бірақ әлі волатильность өте жоғары. Мысалға, 50 емес, 40 емес, 81 болып тұр. Почти 82 доллар болып тұр. Негізінен былай қарайтын болсақ, экономикалық көзқараспен қарайтын болсақ, күмістің былай қатты шарықтап кетуі Қытайға байланысты болып тұр. Қытайға күмістің осындай қатты қымбат болғаны керек. Не себепті керек? Оны талқылайық сіздермен. Себебі Қытай барлық қандай күмістің запасы бар, соны сатып алуға тырысып жатыр. Неге? Өйткені Қытайдың негізгі мақсаты, мақсаты күмістің қымбат болуы. Күмістің өзінің экономикасында қатты шоғырландыру. Золотой запас дейді, серебряный запас дейді ғой, Сол өзінің мемлекеттің ішінде серебряный запастың үлкен көлемде артығымен болуы оған экономикасына өте қажет болып тұр. Ол тек қана күмісті сатып алып қана қоймай, өзінің мемлекетінде шығатын күмісті лицензиялап, оны экспорттауға тыйым салған болатын. Мысалға, не себепті күмістің бағасын көтеру үшін және Қытай күмісті өте көп тұтынады. Оған күмістің металл ретінде промышленность дейді орысша, промышленность осы күміске қарап тұр қазіргі кезде. Оған не выгодно? Қазір әрбір мемлекеттен анадан бір сұрап, мынадан бір сұрап алып отырғанның орнына ол өзінің қорында осы күміс болу керек оған артығымен. Неге? Өйткені ол көптеген күн панельдарын өндіреді Қытай. Күн панельдарын өндіру бойынша мировой лидер. Сосын барлық тоқпен жүретін мәшинелердің үлкен көлемін осы Қытай өндіріп отыр. Ол тоқпен жүретін мәшинеге аккумулятор жасау үшін күміс өте қажет, металл ретінде. Бұл күмістің бағасын контрольда ұстап тұрғысы келіп тұрған жоқ. Мысалға, бұл күмістің көп қорын өзі шоғырландырғысы келіп тұр. Қатты сұраныс болғандықтан ұсыныс өсіп, баға қымбаттайды. Мысалға, түсінесіздер ме? Мысалға, егер былайша айтқанда товар өндіретін сырье дейді ғой, орысша. Сен сол бір товарды өндіру үшін саған шикізат қажет. Сен шикізатың қымбат болса, сен товарың бағасы қымбаттап кетеді, сен оны қатты өндіре алмайсың. Өсіп атқаны уақытша құбылыс, мысалға. Егер кезінде мысалы литий деген болды ғой. Литий батарея жасайды. Литийдан батарея жасады. Сосын ол бағасы шарықтап кеткеннен кейін оның өндірісі қымбаттап кетті, сосын натрий ионовый батарея пайда болды. Сол кезде литийдің бағасы түсіп кетті. Тура сондай сияқты. Қысқаша мысал ретінде түсіндіретін болсақ. Бірақ Қытайдың осындай үлкен күміс қорын алып отырғаны Америкаға ұнамайды. Өйткені ол өзінің экономикалық қауіпсіздігін қорғайды. Сол үшін олар барынша күмістің бағасын түсіруге тырысады, күмісті құнсыздандыруға тырысады Америка Трамптың саясаты бойынша.
Иә, сол үшін Трамп қазір кезде былайша айтқанда өзінің проектісін жүзеге асырып жатыр. Шамамен 12 миллиард доллар құрайды. Өзінің өндіріс үшін критический запас дейді, иә. Қандай да бір жаңалық оқиға болмасын, өзінде бір белгілі бір өлшемде осы күміс болу керек деген сияқты. Иә. Сол үшін ол басқа мемлекетпен бізбен қоса редкоземельный дейді. Сирек кездесетін құнды металдар. Соны өндіру үшін договор жасаған болатын. Өйткені өзінің экономикасын, өндірістік экономикасын қорғау үшін ол оған қажет. Қазір кезде Трамп енді осы күміс қолданылатын өндірісті неге мысқа ауыстырып жатыр. Оның политикасы бойынша осы күмістен арылып, күмістің бағасын түсіріп, оны керексіз қылып, мысты көбірек қолданғысы келеді. Неге? Өйткені оған Қытайдың дамыған экономикасы ұнамайды. Ол Қытай Америкаға экономикалық қауіп төндіреді деген мақсатта. Сол үшін мынандай коррекция болып жатқан кезде қатты үйтіп трейдинг сияқты ілініп қалам деп ойламаңыздар. Тағы да бір айта кететін, миллион теңгелеріңіз болса, жоқ мен осыған кірем десеңіздер, миллионды емес, қатеп 200 мыңға бір алыңыздар. Баға сәл түскенде тағы бір 200 мыңға алыңыздар деген сияқты. Сөйтіп бағаларыңызды орташаландырыңыздар, егер күміске кірем десеңіздер. Негізгі басты причинасы осы. Неге мынандай қатты көтеріліп, сұраныс болғаннан кейін қазір неге бұлай коррекция жүріп жатыр деңіз. Осы күміске талас болып жатыр. Бұл үлкен саясат, біз сияқты кішкентай инвесторлар оған қатты әсер ете алмаймыз. Енді түсіндіре алдым ба сіздерге?